бүгін сіздермен мен өзімнің үйде отбасыма жасайтын мынандай тәтті болгар бұрышынан лечо дейтін салат жасап көрсететін боламын сіздерге. Мінекей мынау бұрышымыз, осы тұрған бұрыш 5 килограмм бұрыш, бірақ тазартылған кезде 4 килограммдай болады. Сол 4 келеден қанша салат шығады, қалай жасалады, соның бәрін сіздерге түсіндіріп беремін. Мінекей бұрышты тазалап жуып алдық. Енді осыны өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турайтын боласыздар. Мен енді өте үлкен қылмаймын, жегенде ыңғайлы болсын деп, мен шамамен осындай осындай бөлшектерге бөліп саламын. Ал енді осы 4 килограмм бұрышымызға 850 грамм цинказын томатынан қосасыздар. Менде 1 килограмм, онда молынан болса да ештеме етпейді. Осылай банкадағысын алыңыздар, банкасы пайда. Мінекей, бісміллә деп бірінші томатымызды саламыз. Цинказын томаты жақсы, қою, бізге қою томаттар өте қажет мынау салатымызға. Мынау сладкий перецін өзін таңдаған кездеріңізде кішкене қалыңдау болсын, өте жұқалары онша болмайды. Мінекей, енді осымен 2 толар толмас су құямыз. Сол основной сіздерге осысын көрсетейін сіздерге. Енді қалғаны біреу, екеу, 2 банка, 1 банка томат, оның сосын 2 банка су құясыздар. Жақсылап араластырып, ыстық. Жақсылап араластырып алыңыздар. Енді осыған 12 қасық, ас қасықпен 12 қасық қант саламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ас қасықпен қант салдық. Енді осыған 3 қасық тұз саламыз, толтырмай. 1, 2, 3. Енді осыған 12 қасық сұйық май құямыз. Санап 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 қасық сұйық май құйдық. Міне мынандай болады түрі. Жақын түсіп көрсетші мінекей. Осыны жақсылап араластырып аламыз барлығын. Енді осыған ұмытып бара жатырмын мен. Осыған енді шай қасықтың 7% уксустан шай қасықтың ұшымен кішкентай ғана толтырып құймаңыздар. Сәл ғана, міне мынандай ғана жетеді. Орта ғана уксус құясыздар, болды. Оған уксус көп қажеті жоқ. Енді осыны араластырып, енді осыған жаңа туралған бұрышымызды саламыз. Сосын отта 15 қайнағаннан кейін 15 минут қараңыздар да уақытқа. 15 минут, ең құрғанда 20 минут қайнатамыз. Мынаны бісміллә деп саламыз. Жаңа 4 келі бұрышымыз. Осы сіздерге айтқан рецепт, не қайда екен салфетка. Осы жаңағы осының бәрі 4 килограмм бұрышқа, болгар бұрышына арналған. Егерде көбірек істеймін десеңіздер, осы жаңағыны 2 есе көбейтіп саласыздар. Енді міне отқа апарып осыны 15 минуттай бетін жауып бүлкеткізіп аламыз. Газға қойдық отқа. Некеңіз осылай болу керек. Егер кешіріңіздер, егерде шамалы су көбірек болсын десеңіздер, шамалы су құйып жіберуге болады үстіне. Сосын тұзды өте үйіп төгіп салмаңыздар, қасықпен, ас қасықпен толар толмас салыңыздар. Егерде тәтті қылғыларыңыз келсе, әлде қантты кішкене 1 қасық, 2 қасық артық салуға болады. Бірақ мен осы жылда жасап жүрген рецептім
өзіме отбасыма өте ұнайды. Өте керемет, дәмі бәрі керемет. Осылай жасап көрсеңіздер, өкінбейсіздер. Маған рахмет айтасыздар, комментарияға жазып кетесіздер. Ой, күшті, керемет екен, рахмет деп. Солай жазады деп өзім ойлаймын, себебі дәмі өте керемет, дәмін татып алдық біз. Міне осы қайнағаннан кейін 15 минут сағатқа қарап 15 минуттай қайнатасыздар. Міне банкымыз дайын. Мен осындай кішкентай банкаларға жабамын. Ашқан кезде ыңғайлы болсын деп. Мінекей бірдей көлемде осынша шығады деп өзім ойлап тұрмын. Енді бұл банкаларды мен жуып, іштерін бәрін тазалап, тарда ұстаған жоқпын. Анау кешегі видеоларым бар, компот жапқан, қияр жапқан, сонда банкалардың ішін қалай стерилизовать етіп стерилдедім. Сондай қараңыздар, мен уақыт алмайын деп осылай дайын күйінде сіздерге көрсетіп жатырмын. Ашуға өте ыңғайлы. Жесеңіздер де үлкен банкадан гөрі осындай кішкентай банка, шағын банка жақсы деп ойлаймын. Сондықтан мен осындай банкаларға жабамын. Қазір салатымыз піседі, сосын осыған саламыз. Жаңа қайнап жатыр. Осы қайнаған уақыттан 15 минут ұстайсыздар ғой. Отын қатты болмасын астын. Қайнағаннан кейін басып қойыңыздар. Мінекей дайын. Тура 20 минут. Қайнағаннан кейін тура 20 минут уақытты қарадым. 20 минутта дайын болды. Енді түсіндіріп, қазір банкымызға саламыз. Міне дайын болды. Осылай жаңағыдай емес, міне су несі шығыңқырап, кішкене сорпасы. Осылай болды. Енді осыны банкымызға саламыз. Мынау тыстарыңыздың бәрі стерильный болу керек. Мынау қасықтарыңызға шейін. Әр салаттың құпиясы, көп сөйлеттемеңіздер, бәрі стерильный болу керек. Су кезінде ол 1 жыл тұрсын, 3 жыл тұрсын, ол ашымайды, атылмайды. Менде мысалы былтырғыдан қалған осындай салаттарым бар әлі. Осындай бұрандалы банкаға да сала беріңіздер, дымда болмайды. Жуып тазартып алсаңыздар. Болса 1 литрлік банка жабыңыздар. 2 литрлік өте ыңғайсыз болады. Ол жеп тауысқанша да, бір жағынан салғанда да ыңғайсыз. Сондықтан осындай шағын банкаға салыңыздар. Енді бұның бір құпиясы, енді қазір бұны суға, кастрюльге су құйып, сол тағы да буда кішкене бір 10-15 минуттай ұстайтын боламыз. Ал міне осылай үлкен кастрюльге су құйып алып, астына осылай шүберек төсейміз, себебі банка жарылып кетпеу үшін. Жаңағы банкаларымызды салат салынған жаппайсыздар, крышкасы осылай ашық тұру керек. Бетіне бет қоя саласыздар. Болғаннан кейін барып, бұларды енді бір шамамен кейбіреуі езіңкіреп піскенін жақсы көреді, кейбіреулер кішкене қаттылау болғанын жақсы көреді. Мен кішкене жұмсақтау болғанын жақсы көремін. Сондықтан да бір 10 минуттай қайнатамыз суда. Содан кейін барып жабатын боламыз. Әзірше 10 минут қайнайды. Салаттарымыз дайын болды. Мінекей, жақында түсіріп шайымыз. Мынандай қоюлығы, мынандай мінекей. Енді осыны қаттырақ жауып, орап, бір күнге қоямыз. Мінекей, ақпайды, ештемеде болмайды, уайымдамаңыздар. Жаңағы суда, буда жаңағы суға салып астына шүберек төсеп қайнаттық қой. Тура 15 минут қайнаттым. Сіздер де солай мен жасаған рецептпен жасасаңыздар, өте дәмді болады. 100% кепілдік берем. Бұл азып кетпейтініне. 1 жыл, 2 жылда тұра береді мен жапқандарым. Төгілмейді, ашымайды, банкасы атылмайды. 100% гарантия. Ал құрметті менің көрермендерім, бүгінгі лечо салатымыз дайын болды. Ұнап жатса, комментарияға жазып кетіңіздер, лайк басыңыздар, подписка жасауды ұмытып кетпеңіздер. Отбасыларыңызға осылай жасаңыздар, өте дәмді. Менің отбасыма өте ұнайды. Ал енді қош сау болыңыздар.